Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі қарсаңында Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде этикалық көшбасшылық семинары өткізілді. Аталған іс-шараға ведомствоға қарасты барлық комитет пен департаменттердің қызметкерлері қатысып, семинарды Мақсұт Нәрікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық заң университетінің басқарма төрағасының орынбасары Айнұр Кәрібозова жүргізді. Айнұр Бағдатқызының айтуынша, мемлекеттік аппараттың сапалы әрі тиімді жұмысы ең әуелі басқару жүйесінде қызмет ететін мамандарға байланысты. Осы тұрғыдан алғанда олардың бойындағы көшбасшыға тән қасиеттерді дамыту маңызды саналады. Менің бүгінгі басты мақсатым мемлекеттік қызметтегі азаматтарға өздерінің күнделікті, орта мерзімді, ұзақ мерзімді тікелей қызметтеріне байланысты алға қойған мақсаттарды жүзеге асыруда күнделікті негізде былай қарағанда елене бермейтін адами құндылықтар, этикалық құндылықтар, соның бәрін ескере отырып, жай ғана көшбасшы болу емес, шешім қабылдағанда үлкен жауапкершілікті сезіну арқылы шешімдерді қабылдау. Өйткені мемлекеттік қызметкердің шешімі халықтың бүгіні емес, ертеңі емес, ұзақ мерзімді келешегіне әсер етуі ықтимал. Семинар барысында қатысушылар сарапшымен пікір алысып, мемлекеттік қызметке қатысты ойларын ортаға салды.